Катардағы сенсацияға толы әлем чемпионатының финалдан кейінгі марапаттау сәтінде Мессиге Катар әмірінің шапан кигізгенін бәріміз көрдік. Бірақ осы шапан кигізгені FIFA-ның ережесін бұзған екен. Одан бөлек әлемнің көп адамдары бұл нәрсеге шағымын айтуда. Катар әмірінің ісі көп адамға ұнамапты. Неліктен олай? Және Катар әмірі не үшін шапанды кигізді? Осы жайлы қызықты әңгіме болайын деп тұр. Сіздермен бірге Желаяқтай арнасы. Маған қолдау ретінде арнама тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер. Қолдауларыңыз өте маңызды. Алғаш марапаттау сәттерінен бастайық. Франция құрамасы бастары төмен түсіп, көңілдері болмай, күміс медальдарды ұйымдастырушыларға амал жоқтықтан мойындарына таққызды. Мбаппе, сен мұңайма, әлі 3 әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік бар. Ал Аргентина болса қуаныштан бастары айналып, түсініксіз қылықтар жасап жүр. Көбіктің астына Месси жақындады. Оны алмас бұрын Катар елінің басшысы Тамим Ибн Хамад Әл-Тани Мессидің үстіне өздерінің ұлттық шапандарын кигізді. Бізше шапан шығар, бірақ негізі аты бишт деп аталады екен. Бұл жайдан жай шапан емес. Алтын түсті сызықтармен шапандарды тек өте құрметті қонаққа береді. Және оны тек үлкен мерекелерде ғана киеді. Месси құрметті ме? Иә. Үлкен мереке ме? Иә. Оның үстіне Катар елінің басшысы құрметпен өзі кигізіп жатыр. Месси мұнда киімді бұрын соңды көрмеген соң қалай кию керек екенін білмей қалды. Ал Тамим Ибн Хамад Әл-Тани осы кезде Мессиге өз көмегін берді. Сонымен Мессидің қолында әлем кубогы. Ол кубокты өзінің әріптестеріне баланы әкеле жатқандай ойнап келді. Кубок жоғарыда. Аргентина чемпион. Месси енді бұл киімін аяқ асты тастамайтын шығар, Мексиканың жейдесін тастағандай. Себебі бұл кезде Майк Тайсон көмекке келуі екі талай. Катар әмірдің бұл іс-әрекетіне наразы болған адамдар бар екен. Мысалға, Аргентина мен Манчестер Ситидің баяғы ойыншысы Пабло Сабалетта не үшін деп таңырқапты. Ал 2014-те әлем чемпионы болған Германия құрамасының аңызы Бастиан Швайнштайгер болса былай деді: ойыншының үлкен сәтін алып қойды. Бұл дұрыс деп ойламаймын. Мұны кейінді киінетін бөлмеде сыйласа да болар еді. Меніңше бұл Мессиге де ұнаған жоқ секілді. Іс әрекеті сәтсіз болған, деп сөзін айтты. Бастианнан да мансабын ерте бітірген неміс шабуылшысы Михаил Баллак тіпті наразы. Бұл нәрсе мазаны алады. Ал Месси өзінің үстіне шешіп тастамағаны оның әдептілігін айтады. Бұл суреттер мәңгі қалады. Ұлттық құраманың жейдесі арқылы сен еліңді таныстырасың, және ол әрдайым көрініп тұру керек, деді ол. Даниялық Флеминг Тофт есімді комментатор болса, Катармен қоса ұйымдастырушыларға да тиісіп кетті. Бұл орынсыз және жанжал. Месси бәрібірде Аргентинаның жейдесімен тұру керек еді. Себебі әлем чемпионатын Катар емес, Месси және оның елі ұтты ғой. Бұл ұйымдастырушылардың үлкен қателігі деп білем, деп бір наразы сөзін айтты. Осы секілді айтқан адамдар өте көп. Интернетте бір ақтарып шықсаңыз, көбісі жағымсыз пікір айтуда. Ал Камран Гасанов есімді саясаттанушының сөзі мені ойландырды. Себебі ол өз сөзін бейтарап етіп түсіндіріп берді. Бұл әлем чемпионатының мақсаты Катардың финалда бір орын алуында емес, Катарды әлемге бренд ретінде таныстыруында болып тұр. Осындай кішігірім істер арқылы Катар өзінің орнын білдіргісі келеді. Месси бұл әлемдік футболшы. Оны тіпті кейбір президенттерге қарағанда көбірек таниды. Ол осында киімді киген соң, бұл біздің мәдениет, және Мессидің өзі біздің мәдениетке құрметпен қарайды деген оймен Катар бүкіл әлемге өзінің ниетін көрсетеді, деп саясаттанушы өз ойын айтты. Ал енді FIFA-ның өзінің ережелеріне келейік. Бірнеше жерден оқып байқадым. Ереже бойынша футболшылар өзінің жейдесінің сыртына қандай да болсын басқа нәрсені ойын кезінде және ойыннан кейін, яғни марапаттау рәсімдерде де киюге болмайды. Ал Мессиге Катар әмірі шапан кигізді. Бұл қалай? Иә, бұлай ереже бұзылып тұр. Бірақ Катар әмірдің бұл іс-әрекетіне дәл қасында тұрған FIFA-ның президенті ештеңе демеді ғой. Айтар болса алдын ала айтып қояр еді. Өзі рұқсат беріп тұрған кезде басқалар не айтып жатыр деген сұрақ туындап жатыр менде. Біреудің бас жарылатындай немесе біреудің намысына қатты тиетіндей нәрседе емес. Оның үстіне Катар елінде өтіп жатыр деген күшті белгі. Жаңағы саясаттанушының ойымен толық келісемін. Себебі Катар бір футболды мемлекет емес. Оған тек пиар керек болды. Туризмді дамытқысы келді. Шынымен де осы әлем чемпионатынан кейін көп халық Катар еліне қыдырып баруды көздейтіні анық. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жеке өзім осы сәтті көрген кезде артық еш ойым болмады. Тек керемет екен, ұлттық киімді тарту еткені қандай күшті көрініп тұр деп қана сөз айттым. Ал басқалар болса тек шағым, негатив, жаман ойларды айтумен ғана әлек. Сіздермен бірге Желаяқтай арнасы. Қолдауларыңызды ұмытпаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Амандықта жолыққанша, сау саламат.